Ассалаумағалейкум, құрметті қазақ елі. Қытай астанасы Бейжің қаласынан сіздерге жалынды сәлем. Мен жиі саяхатқа шығып тұрамын, шетелдер аралап. Кез келген турист шетелге келген кезде үш затқа мән береді. Ол бірінші, сол халықтың мәдениеті, салт дәстүрі, екінші тарихы, үшінші экономикалық жетістігі. Соның ішіндегі ең маңыздысы ол салт дәстүрі, мәдениеті. Егер халық өз тілінде сөйлейтін болса, өзі салт дәстүрін, мәдениетін білетін болса, ол халық мықты халық болып саналады. Міне Қытай халқы сондай. Бұларды мақтап, немесе солардың тілінде сөйлеп, бұлардың көңілін ала алмайсың. Біздегіндей. Бізде бір адам басқұлттар қазақша сөйлесе, біз есіміз қалмай қаламыз. Мақтаса тіптен аспанға ұшып кетеміз. Бұларда ондай құлдық сана жоқ бұл халықта. Бұл халық өйткені өзінің мәдениетін, тарихын, тілін мықты білетін халық. Сондықтан біздің елге де қаншама туристер келіп жатады, олар да бізді зерттеп атады. Бұл елдің тілі қандай, мәдениеті қандай, тарихы қандай деген сияқты. Сондықтан бізде өзімізді көрсете білуіміз керек. Халық ояну керек. Бұл адам емес, робот, қолдан жасалған. Осылай мынаны айналдырып тұрады, талқанды. Кәдімгідей тірі адам сияқты түріне қарасаң. Құрметті ағайын, менің атым Қайрат Медиев болады. Сіздер осы менің YouTube каналыма, TikTok каналыма жазылыңыздар. Осы жерде әр қарай мен Бейжің қаласына егер сіздер келіп қыдырамыз десеңіздер, қалай қонақ үйін тапсырыс беру керек, қалай такси тапсырыс беру керек, қалай ежелгі Қытай қорғанысын көруге болады, тағы басқа осы қалада саяхат қызық өткізу үшін бүкіл ақпараттарды әрі қарай айтатын боламын. Ең алдымен сіздер ұшаққа билет тапсырыс берулеріңіз керек. Сосын билетті алған соң мына Booking деген программа арқылы өздеріңізге қонақ үй таңдайсыздар. Неше күнге барасыздар, бағасы мұнда әртүрлі. Қытай біздің ел үшін виза қажеті жоқ. Сосын мынау Alipay деген программаны жүктеп алу керек. Бұл Қытайда біздегі сияқты, Каспий сияқты бәрі жерде төлем жасайсыздар, және бұның ішінде Didi такси бар. Сосын бұған Каспий картаны тіркеп қою керек. Ол біздің қонақ үй тұрып жатқан. Ресепшн ана жақтан. Завтрак ішеміз. Жиі. Мынау біздің қонақ үйіміз, бөлмеміз жататын. Мына жағынан терезеден қаланы көруге болады. Қаланың орталығы
Мынау біздің қонақ үйдегі таңғы ас ішетін жер. Ал енді сіздерге осы Қытай қорғанысына қалай бару керек екенін айта кетейін. Біз Қытайға келген кезде кейбір адамдар біздерге $140 апарып келеді деп ұсыныс жасады. Бірақ біз өзіміз Didi такси заказ беріп едік. Didi такси 127 юанға апаратын болды. Ол біздің ақшамен шамамен 8,000 теңге. Қашықтығы 61 шақырым деп көрсетіп тұрды. Сол жаққа барған соң тағы да мынау тауға кіру үшін, жаңағы қорғаныс көру үшін тағы да ақша төледік. Әрқайсымыз адам басына 60 юаннан төледік. Әйгілі Қытай қорғанысы. Бұл қорғанысты не үшін Қытай салды? Тен Желтого дракона деген кітапты оқитын болсаңыздар, баяғы заманда императорлар осы халықты қалай аман алып қап көбейтудің мақсатында осы қорғанысты салған. Қорғаныстың алдыңғы мақсаты халықты аман алып қалып, осы қорғаныстың ішінде көбейту. Елді көбейтіп алып, сосын бұлар сырт жақтарға шекарасын өсіре берген империя қылып. Сондықтан бұл қорғаныс ең алдымен халықтың өзі санын көбейту үшін жасалынған. Жалпы бұл қорғаныс ұзындығы 9000 шақырым. Осы жерден шамамен 80-90 шақырым жерде Қытай астанасы Бейжің қаласы. Сонда бұл қорғаныс баяғы заманда Қытайдың өзінің ішкі жері, нақты жері осы қорғаныстың іші болып саналған. Қазіргі күні қарап отырсаңыздар, жері қанша кеңіп үлкейген. Бұның ең алғашқы жаңағы жетістігі осы қорғаныс арқылы бұлар елін қорғап қалған. Мына Қытай қорғанысына кіре берісте осындай кішігірім зоопарк бар екен. Аюларды көріп тамашалауға болады. Қалаға қайтарда 877 автобусқа міндік. Адам басына 12 юан алады екен. Сөйтіп қалаға шейін жетіп алып, қаладан автобустан түскен соң қайтадан Didi такси шақырдық. Didi такси 20 юанға бізді қонақ үйімізге жеткізіп тастады. Кеш батты, біз қонақ үйімізге келіп демалдық. Тамақ жағына келетін болсақ, ешқандай қиындық жоқ. Бұрын тамақ деген кішкене қиын болушы еді Қытай жерінде, ащы, сондай тек қана Қытайдың өзіне ғана арналған. Қазір ондай емес, кез келген жерде жақсы тамақтануға болады. Біз бүгін такси жаңа тапсырыс беріп, қаланың орталығын көруге шықтық.
өздеріңізбен бірге юан ақша ала барыңыздар. Бір 700-800 юан ала бару керек. Мен Қытай тілін не ағылшынша білмеймін. Телефон арқылы перевод жасаймын. Одан қорқатын ештеңе жоқ. Тіл білмесеңіз де саяхаттап жүре берсеңіз болады. Сосын қалтада паспорт құжатын өзіңізбен бірге көшеде алып жүру керек. Өйткені жиі тексереді. Мынау Маудзединнің мавзолейі. Жанында мына сол жағындағы орталық музей. Бұның барлығы да кіру үшін алдын ала интернет арқылы тапсырыс беру керек. Мынау ескі қала деп аталады. Бұл қаланың орталығы, Бейжің қаласының. Бұл үйлер 100-150 жыл бұрын салынған ескі үйлер. Ескі Пекин деп аталады. Көп жерлерде Каспий картамен де төлем жасауға болады. Сондықтан Каспий карталарыңызды ала барыңыздар. Бұл дүкенде неше түрлі тәттілер. Кәмпитте бар Қытайдың неше түрлі тәтті тағамдар. Біз біреуге бірдеңе берсек, оң қолмен беру керек деп санаймыз. Сол қолмен беру дұрыс емес деп. Қытай елінде оң қолмен де емес, сол қолмен де емес, екі қолмен беру керек. Бейжің қаласына келген әр адам осы Бейжің үйрегінен дәм ату керек. Бейжің қаласында мынау жолды өткен кезде өте абайлау керек. Өйткені бұл жақта машиналар қарамайды, жаяу жүрушілерді сыйламайды былай айтқанда. Оны жол тәртібі біз сияқты емес, тек қана бірінші жаяу жүруші өту керек, сосын машина деген сияқты. Бұл жақта машина жүре береді. Күніне бірнеше адам осындай жол апатында машинаның астына түсіп жатады. Бейжің қаласында такси өте арзан екен. Шамамен 2 есе арзан десе болады. Осы жерге осылай ұлттық киім киіп
жылына бір рет па, әлде өмірінде бір рет па келіп, осы император сарайына аралап шығады Қытай халқы. Сондай өздерінің бір дәстүрлері бар. Менің артында тұрған император сарайы, бұл жерде бірнеше ғасыр, бірнеше мың жыл императорлар отбасылары тұрған. Бұл жерге басқа адамға, жай адамға кіруге рұқсат болмаған. Қазір музей, бірақ біз оған кірген жоқпыз. Өйткені оған кіру үшін алдын ала жаңағы тапсырыс жасау керек. Интернет арқылы. Оны біз қай күні келетімізді тура білмедік та, сондықтан біз оны жаңағы жасаған жоқпыз. Бірақ сырт жағынан міне көріп шықтық осындай. Енді тарихқа келетін болсақ, 1127 жылы Шыңғысхан бұл жерді басып алған. Осы Бейжің қаласын басып алып, осы жер Моңғол жаңағы әскерінің қолында, Шыңғысхан әскерінің қолында болған. Қала ішінде автобуста жақсы жүреді, және метро да бар. Метро өте жақсы дамыған, бірақ біз метромен қолданған жоқпыз. Таксимен жүрдік. Қала орталығында светофор өте аз, светофор жоқ десе болады. Қаланы өте жақсы салған, развязкалар салынған. Мына үйлерді сыртынан қарасам, үйдің потологы 2 метр сияқты. Менің ойымша 2 метр мына потолоктары. Өте төмен. Мына кішкентай үйдің өзі 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 этаж екен. Осымен Бейжің қаласына саяхатымыз аяқталды. Жақсы сау болыңыздар. Қыста келіп жатсаңыздар, жылы киініп келіңіздер. Бұл жақ таудың үсті салқын болады.